Кейбір кісілер мынандай сұрақ қояды. Маған WhatsApp-қа бірінші консультацияға жазған кезде өзінің мәселесін айтады. Менде осындай запрос бар дейді. И сосын мынандай сұрақ қояды. Маған қанша сеанс керек дейді. Маған бір сеанс жете ма? Или маған может көп сеанс керек пе? Менде проблема көп сияқты, маған бір сеанс жетпейтін сияқты дейді. Енді кейбір тәжірибелі пейнхантерлар олар сразу айта алады. Олар енді көп сеанстар көргеннен кейін сразу айтады. Саған 5 сеанс керек, кем дегенде саған 3 сеанс керек. Бірақ мен пока ондай нәрсені айтқым келмейді. Неге? Потому что ситуация әртүрлі болады. Индивидуально. Кейбір кісілерге бір сеанстың өзі жетуі мүмкін, бірақ кейбір кісілер бар, 3-ші, 4-ші сеанс алып отырады. И ондай клиенттер де бар менде. И біз бір запросты бітіреміз, бірақ басқа бір нәрсе шығады. Сол үшін бұл индивидуально деп айтар едім. Сол үшін мен клиенттерге не деп айтамын? Давайте біз бір сеанспен бастайық. Сіз бір запроспен келесіз, болмаса бірнеше запроспен біз біреуін таңдаймыз да сонымен бастаймыз. Бастаймыз, и потом уже жағдайға қарай көреміз. Егер жетпей қалса, онда сізде басқа сеансқа жазылуға мүмкіндік всегда бар. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ, ешқандай бір шектеу ешкім қоймайды. Сол үшін бұл индивидуальный нәрсе. Егер сізде де осындай сұрақ болса, біліңіз, бірінші сеанспен бастап көріңіз. Ары қарай, жағдайға қарай, екінші, үшінші сеанс алу ешқандай проблема жоқ. Менің подходым осындай.